Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Кеше ғана өткен тамаша бір партияны көрсеткім келіп отыр. Шахрияр Мамедьяров пен супер гроссмейстер. Өзбекстанның жас талантты жігіті Надирбек Абдусаттаровтың ойынын көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Английское начало. C4. Мамедьяров ақпен ойнап жатыр. Надирбек бізде E6 ойнайды. Одан кейін конь C3, D5, D4. Пока барлығы стандартный, алды. Бұндай бар. Слон G5. Связка жасады. Шахрияр. Так, Абдусаттаров болса C6, центрді. Мощный. Қорғанысты алдын алып жатыр. Так, E3, аналогично. Так, слонды шығарды. Конь E2. Қызық жүріс негізі, осы вариантты жаттап алсаңыздар болады. Негізгі идея конь G3, коньді F3-ке емес G3-ке апармақ ойы бар. Шахриярдың ары қарай атты шығарды. Конь G3, слон E6 и слон F4. Слонмен қайтты, ұзын диагоналға қоюға шешті. Енді атпен бұрынғыдай шабуыл жасай алмайды. Мына жерде ат қорғап тұр. Шахриярдың бір домашний заготовка ойлағаны бар сияқты. Ары қарай көрейік. Конь B6. Интересно. Негізі B5, конь B6, бірақ B3 жүреді всегда, я? Надирбектің өзінің ойлағаны бар сияқты. Ары қарай көрейік. Слон D6, размен дейді. И Шахрияр коньмен артқа кетті. И бірден Абдусаттаров шах берді. Коньмен оралсаң мен де қайтып оралам деген сияқты тең ойынға бір ойы бар сияқты келісетін. А Шахрияр болса король F1. Бұның бәрі бір дайындық барысында көзделген ойын сияқты. Бұл жерде смело корольмен ойнап жатыр. Рокировканы озып, рокировка H3, слон D6. Енді слон мына жерде ешқандай пайдасы жоқ, үйге қайту керек. Өзінің міндетін атқарды, рокировканы бұзды. Бірақ Шахрияр бізде өзінің рокировка маңызды емес екенін көрсетіп тұр. Корольге қарай атаканы бастаймын дейді. Кеттік, ары қарай көрейік. Ферзь C2, ат жоқ, вилка қоятын, сондықтан ферзді бұл жерге қоюға болады. G7, атпен G7, конь C8. Надирбек енді бұл жерде коньмен G6-ға да бару мүмкін, коньмен D6-ға да бару мүмкін. Размен жасайық дейді, жасады, и ферзь H5. Так, ферзді активизировать етіп жатырық. Атқа үйіңе қайт деп жатыр. Әрине ол қайтады орнына, и коньді алдыға шығарып. G3, осыны ферзбен Надирбек әдейі шыққан сияқты, мына пешкені ослабление жасасын, кейін G5 жүріп, мына пешкені ұтып алам деген мақсатпен. Ферзь H6, король G2 и слон D7. Слонды бермеймін дейді. Енді слон мощный. Так, ары қарай ладьяны шақырды. A5, конь E4, так, B4, ферзь D6. Енді Шахрияр королевский фланг жақта барлығы жақсы, енді ферзь флангтан атака жасап көрейін деп шешім қабылдаған сияқты. B5, ладьяны алып келді, G7 и ферзь B3. Двойной удар тәсілін қолданып жатыр. Бұл жерде көріп отырсыздар. Бірақ конь D2. Так, бұл жерде не үшін пешкіні берді, мен түсінбедім. Мына пешкіні алса не болады сұрақ? Мына пешкіні алса алады, и слонды алып береді мына жерге. Сол идея пешкіні беріп атқансақ, бірақ ат болады онан. Алмау да мүмкін, я, жүрсе. Түсініксіз неге бергені. Так, жарайды, ары қарай көрейік. Ферзь B7, бірақ центральный пешкіні неге алмады? Түсініксіз, слон G5. Так, ладья C8, айырбасқа бір пешкі ұтып алды, енді Шахриярға размен бола береді. Слонмен шах, король қашты. Король ешқандай қауіп жоқ әзірге. Ладья B6, размен жасаймаймыз дейді. Пешкені екінші берді, и ладьямен обжорный рядқа кірді. Так, енді ладья өте қауіпті, ертерек қорғану керек. Ол үшін ферзь C2 ойнады. Дұрыс, ладья C2 ойнады, дұрыс, разменге жасады, и одан кейін H6. Надирбек енді бұл жерде түсініп отыр. Екі пешкі ұтылып қалды Шахриярдан. Енді атака жасамаса, нақты ойнамаса, бұл жерде өте қауіп үлкен. Сол себептен екі пешкі ұтылып жатыр. Қазір ферзь келіп үлгеретін болса, размен жасап, онда бірден ойынды ұтып кетеді.
Сондықтан қазір H6 ойнаған себебі G5 пен атты қумақшы. Бір жағынан мынаны жеп жатса линия ашылады, H корольді алдыға жүріп ладьямен осындай керемет мат қоям деген планы бар. Пока әзірге G5-тен қорықпаймыз дейді. Шахрияр атқа атака жасап жатыр, атты бірақ қана жүріс бар, артқа қайтады. И ферзді разменге қойды. Ферзь қашты. И осы жерде ойлап қарасаңыздар тактика бар, негізі элементарно. Мына жерде слонды беру арқылы отвлечение короля и ладьяны ұтып алуға болады. Осыны Шахрияр көрмей қалған сияқты. Размен, так, қайтадан қашты. Надырбекке размен айырбас тыйымсыз бірден ұтылады. Қайтадан бірнеше рет, екі рет қайталады и ладья b1. Міне осы жерде тағы да мына тактиканы қалай көрмей қалған супергроссмейстер Шахрияр, оны ешкім айта алмайды. Негізі бұл жерде план бойынша не обязательно слонды беріп ладьяны ұтып алу жақсы, оны ұтып алсақ жақсы. Бірақ мына E4 ходы да әдемі негізі, E4 пен бұзу керек еді, потому что аты әзірге атакада тұр. Сондықтан E4 ходы бұл жерде мынаны жеймін деген, ол амал жоқ. E4 ойнайтын болсақ, ода уже шешім қабылдау керек. Ладья келе алмайды, мынаны жейін деп тұр. Қазір наглы мынаны жейін деп тұр, центральный пешка. Сондықтан бұл жерде тек қана білмеймін, өте қиын жағдайы қаралардың қалай не қылса қорғануға болады. Ладьяны алып келуге бәрібір тегін жеймін. Мына жерде мынаны жеуге болмайды, ат кетеді. Размен жасасаң тіпті жақсы ат кетеді. Міне осындай екі керемет мүмкіндік болды. Шахриярда слонды беріп ладьяны алып алуға болады. Болмаса E4 ойнағанда осындай керемет ұтысты ұтуға болады, жақындауға. Бірақ ладья b1 өрескел қателік бұл, өте өрескел қателік жіберді. Ничадан қашып, осылай ладьяны шығарып алам деп ойлап отыр. Бірақ G5 ходын ұмытып кеткен сияқты, слон мен шах берді. Енді беріп жатыр шақты керек емес кезде. Андербек аресіне әрине алмайды бұл жерде. Ат қашты және ладья d8. Болды, Шахрияр сдался. Вообще түсініксіз не ойлағаны бар бұл жерде. Кейде осындай партияларды қарап түсінбей жатасың. Слонды неге берді? Енді ферзь темппен кетіп қалды. Енді слонды жейді, кез келген жүріске. Ферзьді қайқа жүресің? Размен қойсақ, размен жасайды. Жейді, фигура артық таза. Вообще түсініксіз. И осы жерде ладья d8-ден кейін Шахрияр сдался. Ұтылдым деп мойындады. Міне осындай керемет партия болды. Бұл жерде тактикалық ударлар болды. Көрдіңіздер, E4-інде аттар тұрған кезде E4 ходтарды қарастыру керек. Негізі бірақ білмеймін не болған, шаршап қалды ма. Міне осындай қызықты ойын болды. Осылай екі пешкін ұтып отырып ұтылып қалды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.